Саламатсыздар ма? Сіздермен Кавит Мамаевич. Бүгін сіздермен нейрондық желілерді жіктеу тақырыбын ары қарай жалғастыратын боламыз. Біз өткен сабақта сіздермен көп қабатты және бір қабатты нейрондық желілерді үйренген болатынбыз. Және мен сіздерге бір қабатты нейрондық желі қалай жұмыс істейді және көп қабатты нейрондық желі қалай жұмыс істейді, соның бәрін сіздерге түсіндіріп өткен болатынмын. Және біз оларға примерлер жасаған болатынбыз. Бір қабаттық нейрондық жүйеге, мысалға Suno нейрондық жүйеде біз желіде не жасаған болатынбыз? Аудио, музыка, өлеңдер құрастырған болатынбыз. Ал көп қабатты нейрондық желіде біз гамма нейрондық сетте біз слайд жасаған болатынбыз. Гамма нейрондық сет олда негізі көп қабатты, көп бағытты деп айтуға да болады. Өйткені ол жерде көп нәрсе жасауға болады. Суреттерді жасауға болады, генерациялауға болады, және презентацияның беттерін жасауға болады, слайд беттер және сайттар жасауға болады, документация тағы басқа да біраз нәрсе жасауға болады. Және бүгін соған ұқсас Canva нейрондық жүйе, және қазіргі таңда өте кеңінен біздің Қазақстанда қолданып келе жатыр барлық салаларда. Және біздің Қазақстанда қазір көбіне мұғалімдер, университеттерде және бизнесмендер осы арқылы көп слайдтар, презентациялар жасап жатыр. Бұл Canva нейрондық желіде бізде көп қабатты немесе көп бағытты нейрондық желі деп айтамыз. Орысша айтқанда многослойный. Бұл многослойный не үшін многослойный? Бұлар өйткені көп нәрсені жасай алады бір нейрондық желінің ішінде. Өткен сабақта айтқан болатын, біз алдын бұлар бір көп қабатты нейрондық желілер пайда болмай тұрып, біздер әр нейрондық желіде әр нәрсені жасап алып, сол әр нейрондық желіге тіркеліп, әр нәрсені жасап, одан кейін біздер соны бір соңғы презентация жасайтын боламыз. Және де бұдан алдын өткен сабақтарда түсіндірген болатын, презентацияны біздер қолмен жасайтын болатынбыз. Microsoft компаниясында Word'да мәтін теріп, және мысалы Excel'де таблицалар құратын болсақ, таблица теріп, диаграмма жасап, одан кейін соны жаңағы презентация PowerPoint'ға салатынбыз да осыдан бір 4-5 жыл бұрын. Қазір уже барлығы дамып жатыр. Осы Canva-ны алсақ, Canva-да мысалы көп нәрсе жасауға болады. Бұл жерде ішінде мысалы таблица жасауға да болады, документ құруға болады, мысалы құжаттарда документация. Сосын онлайн доска деген бар, өте керемет возможность деп айтсақ, или не бұл керемет ұсыныс деп айтсақ та болады. Өйткені қазір бәрімізде интерактивный доскалар бар, то есть интерактивный тақталар бар да, интерактивті. Одан кейін презентация жасауға болады, және социальный нелерге, сеттерге, мысалы социальный нелерге, Instagram бар, TikTok бар, соларға видео түсіруге болады, Reels дейді, және Reels және анау Stories дейді, соларды мысалға осының ішінде Canva-да өңдеп, видеоларды монтаждап жасауға болады. Және одан да бөлек видео монтаж бар. Искусственный интеллекттің көмегімен, мысалы керек жерлерімізде искусственный интеллекттің несін қосып, промпттарын қосып, солар арқылы видеоларды монтаждауға болады. Және фотоларда да сондай, суреттерді, мысалға фотолар жүктеп, сол суреттерді искусственный интеллекттің көмегімен немесе ішінде өзінің инструменттерімен, құрал-жабдықтарымен сол фотоларды өңдеуге және дизайн жасауға, сол фотолармен солай жасауға ішінде мүмкіндіктер бар. Және бұда да плюс сайттар жасауға болады. Сайт жасауға болады, сертификаттар жасауға болады, көп нәрсе негізі жасауға болады. Бұл жерде өте көп возможность бар Canva-да. Тек бұл жерде тіркелеміз, тіркелгеннен кейін бізге бір айдай тегін не қарастырады. Тегін болғанда негізі тегін, бірақ Canva Pro деген бар. Pro дегеннің ішінде ол жерде өте көп возможностьтар көп. Бұлай негізі тіркелген адамға негізі көбіне тегін болып келеді.
Қазір мен сіздерге мына жерде көріп тұрғаныңыздай осындай мен дизайнер жасадым, бір екі слайд жасадым осы канвамен қолдана отырып. Осы слайдтардың арқасында осындай мысалы күшті слайдтарды анимационный слайдтар жасауға болады. Бұндай анимационный слайдтар мысалға көп неде возможность жоқ. Егер PowerPoint-та жасайтын болсаңыздар, анимационный слайдтар ол жерде сіздер қолмен бәрін жасайсыздар. Қолмен жаңағыдай анимацияның бәрін каждый шагын қолмен келтіріп отырасыздар. Бұл канвада негізі бұндай анимацияларда сразу бір кликом дейді, бір кнопканың көмегімен с одним нажатием кликом, то есть осындай анимацияны бізге сразу жасап береді. Вот маған ұнағаны осы, мысалға дизайнды өте дизайнды құрастырып алып, одан кейін соны анимационный түрде де жасауға болады, және де просто былай как не двигающий, просто қатып қалған слайд түрінде де жасауға болады. Вот. Енді ары қарай қазір сіздерге кіріп көрсетемін. Кіріп ішінде не жасау керек, қалай кіру керек, бәрін қазір көрсетемін. Негізі алдымен кірерден алдын любой мысалға искусственный интеллект или нейронный сеттер регистрация сұрайды. Бірінші регистрацияға біз не істейміз, аккаунт создавать етеміз. Сол аккаунтты біз осы регистрацияға кіргіземіз, болмаса почта дейді. Почта қазір көбіне негізі Google-дың почталары осы неге Canva-ға неге көбіне жарайды. Соларды негізі основном телефондарда жүргеннен кейін Google-дың почталарын ашамыз через Google. Почему? Потому что там мысалға Google-дың нелері Android-тардың бәрі, Android және Apple телефондардың бәрі Google арқылы істейді. Неге бұның бәрін айтып отырмын? Өйткені бізге бір-екі запасной аккаунт ашқан дұрыс болады осындай нейрондық сеттерге, нейрондық желілерге да. Не үшін олай айтып отырмын? Өйткені қазіргі таңда мошенниктер өте көп. Сол үшін да бір аккаунтыңызды, алдыңғы ашылған аккаунтыңызды как основной ретінде қолданып, оны барлық жерге қолдана бермей, тек қана осы мынандай қосымша нейросеттерге, нейрожелілерге, искусственный интеллектілерге басқа Google аккаунт етіп, сонымен кірген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені сіздердің безопасностьтарыңа. Бұл жайлы мен көп барлық видеомда осы жайлы айтып отырамын. Өйткені чтобы қазіргі таңда өте мындай мошенниктер және жаңағы взломать ететін хакерлер көбейіп кетті. Өйткені сіздердің данныйларыңызды взломать етуі мүмкін. Қазір ары қарай сайтта сіздерге қалай жұмыс істеу керектігін көрсетемін. Міне мен сайтты аштым. Сайтты ашқан кезде Canva деп тереміз Google-ға, содан кейін бірінші неге басамыз да, одан кейін сразу неге кіреді. Менде уже регистрация жасалып қойған. Қазір мен сіздерге шығып қайтадан көрсетейін. Выйти деп. Вот, ең басында кірген кезде Canva-да мысалға ана жерде уже менде уже не бар, аккаунт бар, аккаунт одан продолжить. Мына жерге аккаунтпен кіріңіздер дейді. Сол кезде аккаунтыңызды қолдан екінші создавать етілген аккаунтыңызды көрсетсеңіз болады. Негізі сол дұрыс болады. Продолжить дей салам, өйткені менде бар да. Вот выбор аккаунт, выбираем аккаунт, содан кейін продолжить дейміз да. И ары қарай осы аккаунтқа кіреді. Тура басында ең алғаш рет кірген кезде де тура осылай кіреді. Выбор аккаунт, сонымен ары қарай кіреді. Менің осы міне жасаған бірінші бетім ашылды. Бірінші бетте мысалға мен бір 3-4 документ жасағанмын. 2 слайд, бір документация мына жерде и бір видео не. Енді бірінші таныстырып өтейін. Бірінші рабочий область дейді, жұмыс үстелімен. Бұл жерде көрдіңіздер ме? Бірінші электронный почта создавать етуге болады бір жерде. Лист создавать етуге болады, бұл таблицада, және таблица, одан кейін ары қарай документ создавать етуге болады. Онлайн доска, только что мен айтып өткендей, жаңағы бізде қазір көп мектептерде интерактивный тақта бар, соған әдемі етіп, жаңағыдай кликать немен, кнопкалармен әдемі етіп, жаңағыдай ойындар құрастыруға болады, балдарға, чтобы қызықты болсын. Одан кейін презентациялар создавать етуге болады. Ары қарай презентация, одан кейін социальный сеттерге мысалға нелер жасауға болады. Ондай дизайндар қазір кіріп көрейін социальный сеттерге. Видео, рилс, көрдіңіздер ме? Осындай қылып, популярный нелер. Мына жерге жазсаңыздар болады, қалай не қылса, мына жерге жазған кезде бір нені таңдап береді, любой. Мысалға, любой біреуін таңдасаңыздар, мынаның бәрі анимационный.
плейді бассаңыз мына жерде уже мыналар анимационный болып жүреді. Осындай видеолар жасауға болады. Одан кейін мынау фоторедактор кірген кезде мысалы осы жерде де суреттерді өңдеп суреттерді әртүрлі жасап, мысалы артқы фонны удалить жасау керек болса артқы фонын алып тастап, тағы басқа да. Және де мына жерде видеоны видео редактор, то же самое видеоны редактор жасауға болады. Видео редакцияда өрлеу, то есть әндеуге, сәндеуге және де жаңағыдай переходтар қосуға, мысалы сондай жасауға, видеоларды редактор жасауға болады. Вот. Одан кейін сайт ол бәрімізге мәлім. Бұл жерде негізі көбіне сайттар қазір барлық жерге қосылып жатыр. Сол сайттарды создавать еткенге өте ыңғайлы. Мен енді барлығына видео түсіремін, өйткені бірінші бүгін негізі основном көбіне негізі біз қолданатын нейросеттер жасанды интеллект. Өйткені бізде қазір сабағымыз бойынша жасанды интеллекттерді жасау, жасанды интеллекттерді нейрондық желілерді қалай қолдану керек, сол үшін мен осындай нелерді көрсетемін. Қазір мына жерде көрсетіп өтейін. Бағанада мен көрсетіп өткендей, менің нелерімді жаңағы көрсетіп өтейін, бір не дизайнды қалай жасадым. Вот менің дизайным, мысалға бірінші информатика өзімнің логотипімді осы логотиптермен мына жерге тақырыптың аты, нейрондық желілер жіктеу, көп қабатты нейрондық желі, тағы бірдеңе, Canva-ның несі логотипі. И вот бастаған кезде мынаған бассақ, басталып кетеді. Мына мысалға мен суретімді өзімді жүктедім. Сол жүктелген кезде осы артқы фондарды алып тастап, оның бәрін көрсететін боламын. Одан кейін мына жерде то же самое мындай ары қарай екінші бетті жасайсың, одан кейін үшінші бет, төртінші бет, бесінші бет, алтыншы бет и соңғы қорытынды бетті барлығына сурет қойып және де не қойып жасауға болады. Енді давайте мен сіздерге көрсетейін, қалай жасау керек. Canva-ға басамыз ең алдымен. Одан кейін мына жерге создать презентация. Вот бірінші презентациядан бастаймыз бүгін сабағымызда. Одан кейін презентация, одан кейін видеоны қалай жасау керек. Презентацияны ары қарай дамыту керек. Соның бәріне мен сіздерге видео түсіріп беретін боламын. Видео и және осындай түсініктемелермен әдемілетіп түсіндіріп. Енді мысалға мына жерде шаблондар шықты. Мына сол жағымызда или оң жағымызда любой шаблонды аламыз. Болмаса мына жерге керек немізді жазсақ та болады. Менде уже жазылып тұр. Жасанды интеллект десек жасанды интеллект, болмаса көп қабатты давайте нейрондық қазақшаға қоямыз. Қазақшаға ауыстырып нейрондық желі дей салайын, просто нейрондық желі. Енді осылай басқан кезде бізге пока вот шаблондар шықты, мынандай или немесе жаңағы компьютерлік желілер десек, соған ұқсас нелер шығатынын көрдіңіздер ме? Болмаса искусственный интеллект деп, жасанды интеллект деп жазсақ та, жасанды интеллект менде уже бар. Сол мысалы жасанды интеллекттердің мысалы түрлі шаблондар шығады. Бизнес десеңіздер де бизнестің әдемі шаблондар шығады әртүрлі. Енді осы жасанды интеллекттің біреуін таңдайық. Мысалға әдемі дизайн, мынаны ақшыл дизайн, болмаса мынау көкшіл дизайн. Любой біреуін таңдай салайын, мысалы мынаны таңдай салайын. И бізге қанша бет керек? Мысалы мына жерде 11 бет бар екен. 11 беттің бәрі керек болса 11 бет, керек емесін удалить жасауға болады. Мынаған применить 11 страница дегенді басамыз, и бізде автоматты түрде мына жерде қазір 11 бет шығады. Не, 11 бет уже шықты. Енді мынаны пока керек емес, жауып тастай саламыз. Вот 11 бет шықты. Былай қарай жүруге болады, қарап көруге болады. Міне осылай қарап көруге болады. Енді бірінші неге біздер мысалға мына жерге мен мысалға негізі жаңағы ең басында Canva-да мына жерге документте сондай көп қабатты нейрондық желілер деп жазсаңыздар, документацияға бұл кейін көрсетіп беремін, қалай істеу керек. Мысалға мен осындай нені жасап алғам, өздері не түсіп береді, бізге жасап береді. Енді осы мысалға копировать етеміз да, жаңағы біздің немізге мына жерге как тақырып ретінде қоямыз. Көп қабатты және болт и ана астындағыларын удалить етіп тастаймыз да. Вот. И мына жерге әдемілеп орталай қоямыз. Болмаса мысалға көп қабатты нейрондық желілер дегенді
көп қабатты дегенде үлкенірек қалдырып, мына нейрондық желілерді так сәл размерін мынаның негізі жаңағы артындағын қалдыра салайық, осылай тақырыпты қалдыра салайық. И мына жерде қандай компания, мысалы қай класс, мысалы 8-ші класс болсаңыздар, 8-ші сынып деп сынып оқушының атын және мына жерге аттарыңызды берсеңіздер болады. Мысалы атыңызды 8-ші сынып дей салайын, просто 8 сынып деп ағылшынша қоя салайық сайттың атында. Вот. Болмаса аты жөніңізді мына жерге берсеңіздер де болады. Мына жерге сол өздеріңіздің аты жөндеріңізді болмаса жасап жатқан неңізді қойсаңыздар болады. Енді мына суретті любой суретті қойсаңыздар болады. Енді бұл сурет ұнамаса, қазақи қылғыларыңыз келсе, любой мысалға неге кіресіздер, мысалға мына папкалеріңізге мен скачать еткен суреттерім бар, қазақи жасаған жаңа нені қолданып, Gemini'ді қолданып, или басқа нелерді қолданып, мысалға қазақи стильде робот алып келейік да, осында. Мына жерге қоя саламыз. Вот қазақи стильде робот. И размерін үлкейтеміз. Осы сияқты. Қазір енді мына роботты пока удалить ете салайын. Мына роботты қалдырамыз. Міне көрдіңіздер ме? Қазақи оюмен екінші бетке кетіп қалды. Қазақи оюмен. Қазір енді мынаны править деген басамыз. Осы жерде біздер осының несін алып тастауға болады. Так. Мына жерде задний фон, удаление задний фон, бұл жерде платный жүреді. Платный болған кезде көрейік. Қазір бізге пока бесплатно беру мүмкін. Аллам екен. Осылай басқан кезде ана задний фонды көрдіңіздер ме, алып тастады. Енді осы задний фонды алып тастаған кезде осылай фонды үлкейтеді. Вот бірінші бетіміз осылай дайын. Енді бізге бұл неге анимация беру керек. Жазудыларда мысалға үлкейту керек, кішірейту керек болса, мына жерде мысалға размер шрифті, мысалға размер, то есть шрифттің басқаға таңдайтын болсақ, любойын мына жерден таңдай саламыз. Шрифттарда қандай стиль ұнайды сіздерге, сол стильдің біреуін таңдай саламыз. Вот одан кейін түсін өзгертетін болсақ, түсін мына жерден ала саламыз. Любой мысалға мына түске қоятын болсақ, сол түске қоятын болсақ, міне примерно осы түсті бізге уже автоматты түрде қойып беріп қойыпты. Міне көрдіңіздер ме, мынаған келеді. Болмаса қайтып орнына келетін болсақ, қайтадан түске таңдаймыз, өзіміздің түсімізді обратно қоя саламыз. Вот. Енді түстің бәрін қойдық. Енді бізге анимация берейік. Осы бетке анимация берейік. Анимацияны былай көреміз да, осы полностью бір бетке анимация жасауға болады. Вот видите, ко всему страницам болмаса осы бір неге оба вариант дейді. Міне көрдіңіз бе, анимация қойған кезде осылай бізге нетеді, қойып береді. Или болмаса мына анимацияны таңдаймыз, болмаса любой анимацияны таңдаймыз. Или мына жерде астында мына жерде көрдіңіз ме, просто текстке анимация и страница анимация. Полный страницаны таңдаймыз. Сол кезде мысалға мынаны не қылсақ, полный страница анимация жасап береді. И мына жерде сондай, так, мен сондай. Так, енді любой анимацияны, қандай анимация ұнайды сіздерге, соны астынан шығу керек или үстінен келу керек, соны таңдайсыздар. Одан кейін қай жағынан келу керек, болмаса былай шығу керек, любой анимацияны таңдайсыздар. Маған негізі көбіне мына анимация больше ұнайды. Осы анимацияны қалдырайын, содан кейін мынаны пока жауып қоямыз. Енді бұны плеймен тексеріп көреміз. Плеймен тексеріп көреміз. Плейге басқан кезде былай шығады анимация. Көрдіңіз ме? Әдемі болып анимация бізде ойнайды. Және біткен кезде де анимация ойнайды. Кейінгі неге де анимация ойнайды. Вот. Енді кейінгі келесі страница, мынаны пока плейге басамыз да, одан кейін мына продолжительностьті басамыз. Сол кезде астындағы кетеді. Енді мына жерге мысалға екінші беттің несін алып келейік. Екінші беттің мен мына жерде бағана документацияда уже тұрды негізгі түсініктемелер. Енді осы негізгі түсініктемелерді сол жерге қояйық. Негізгі түсініктерді копировать етеміз, Ctrl-C, болмаса оң жағын басамыз да, вот копи, и осы жерге, мына жерге қоя саламыз. Ctrl-V, болмаса Ctrl-Paste. Мына жерде Ctrl былай, мысалы Paste. Қазір қайтадан артқа қайтарайын. Мынаны белгілейміз полный, 2 рет бассақ, или 3 рет бассақ белгілейді, болмаса былай бүйтіп басынан басып белгілесек, сол белгіленген неге Paste'ге басамыз, Paste ол қояды. Енді бізде мына жерде жирный болмай қалды, кішкене жирный қыламыз, и ананы кішкене үлкейтеміз.
или осылай не қылып өзін шрифттің өзін үлкейтсек те болады. Мына жерден тартып үлкейтсек те болады, болмаса мынаған беріп үлкейтсек те болады. Енді астын осылай үлкейтеміз да, сосын мынаны кішкене түсірейік, ашық қалмас үшін, и мынаны сәл тоже түсірейік. Енді ары қарай екінші астындағы сөзді алып келейік. Мына жерде шығарған сөзді нейрондық желі деген түсініктеме, не жайлы, қалай, соның бәрі мына жерде уже жазылып тұр. Соны мына жерге қоямыз, қойып болып, мынаны тоже кішкене ұзартамыз мына жаққа. И сосын мына нейрондық желіні кішкене қою немен берген дұрыс болады. Қою және мынаны тоже қою немен и және шрифтін кішкене үлкендеу қылсақ, мыналардың әдемі шығу үшін да тағы бір үлкейтейік. Так. И мынаны да 28 қылайын. Енді осындай болды. Енді бұғанда эффект, то есть не береміз, жаңағыдай анимация берейік. Анимацияны таңдаймыз да, ана жерден ашылады. Анимацияны таңдаған кезде, бұл жерде негізі анимацияны берген кезде әр неге текстке де беруге болады. Бөлек-бөлек, мысалға текст мына жерге бас жіберген кезде мынандай не шығады. Текстке беретін болсақ, мына жерде үстінде просто текстті таңдасақ, мысалға құр текстке шығады, көрдіңіздер ме? Текстті мысалға мынандай шығарсақ та болады. Көрдіңіздер ме? Құр текстке мынау былай шығарсақ та болады, және былай шығарсақ та болады. И астынан шығарсақ, қалаған неңізге шығарсақ та болады. Міне бөлек-бөлек жасаймыз десеңіздер анимацияны. Енді мына жерде тоже давайте сначала удалю анимацию, чтобы вам было понятно. Так, екінші мынаған басқан кезде анимацияға таңдаймыз. И анимацияны текстке, мына текст қалдырайық, одан кейін мына текстке осыны қалдырайық. И все болды. Енді одан кейін осылай берсек те болады, болмаса немесе мына страница, бүкіл страницаға полный жасауға да болады да, көрдіңіздер, мына жерде полный қоюға да болады, болмаса қазір уже қойылып тұр менде, алып тастауға да болады, бір бассақ алынып қалады. Одан кейін мына жерде текстке бөлек-бөлек қойдық та, мына текст былай жүреді, ана текст былай жүреді. Енді қазір плеймен тексеріп көрейік. Мынаны пока X-ті өшіреміз. Одан кейін мынаны басамыз, продолжительность басқан кезде бізде қазір көрінеді. Play-ді басамыз. Бірінші беттен өтіп келе жатыр шкала. Одан кейін екінші бет қалай ашылады. И осылай өтіп келе жатыр. Енді сөйтіп ары қарай үшінші бет, төртінші бетті солай жасай береміз. И ең соңында мына жерге назарларыңызға рахмет. Мынаны пока өшіп қойымыз, мынаған бір бассақ өшеді. Және ең соңына келгенде, енді мынаны өздеріңіз жасап түсіндіріп тек копировать ставить деп қоя бересіздер. Оның түк қиын жоқ. Одан кейін енді менде минут жетпей қалуы мүмкін. Сол үшін мен қысқада нұсқада түсіндіріп жатырмын. Енді бұл жерде жаңағы қайтадан документімізге барамыз, жасалған документімізге ең соңғы мысалы қорытындыны аламыз. Қорытынды копировать етіп, мына жерден бүкіл нені копировать етіп, мына жерге осы жерге санкеуге қойсақ болады. Так, Ctrl-A, барлығын белгілеу және қорытынды деп не аламыз. Болмаса құру қорытындының өзін алып келейік. Бірінші қорытындыны копировать етіп алып келеміз. Мен горячий клавишаға үйреніп қаламын, содан кейін горячий клавиш Ctrl-Copy. Бәрін белгілейміз, Ctrl-A мен и вставить қорытынды. И бір қатарға қоя салайық. Так, бір қатарға қоямыз және жирный қыламыз. Кішкене корректировать етеміз. И мына жерге былайлау қояйық. Вот. Енді осының астына мынаны копировать етіп былай қойсақ та болады. Болмаса осыны копировать етеміз және мына жерден размерін 15-ке кішірейтейік, примерно 15 или үлкейтеміз. Осылай және жаңағы қорытындының астындағы мынау дополнительный нені алып келеміз, түсініктемені алып келеміз де копировать етеміз және мына жерге Ctrl-V ставить. И осылай тағы мынаны сәл көтереміз да, мынаны жанына қоямыз. Енді бұда анимация бар, міне көрдіңіздер, жанып тұр анимация бар деген сөз. Егер анимация болмаса, мынау өшіп тұрады. Мына анимация тұр, осы анимация тұрғаннан кейін көрдіңіздер ме? Өзіне алады. Мына анимацияны қойсақ та болады, былай үстінен келеді. Бұл да мықты. Мына анимацияны қойсақ та болады, мынаны қойсақ та болады. При входе оба вариант мысалға кірген кезде де, шыққан кезде де қойылады. Или при входе болса, только кірген кезде.
И при выходе болса басында осылай тұрады да, тек шыққан кезде анимация жүреді. И все, анимация қабылданды. Енді көрейік, тағы бір тексеріп көрейік. Продолжительность. Соңғы жағын алып көрейік шкаланы. Мына жерден бастап, и мына play басамыз. Және бізде анимация және ең соңғысын бастап. Дәл осылай біздер басқа да нелерді жасаймыз, басқа да слайдтар жасауға болады. Ондай қатты қиындығы жоқ, түкте қиындық түгі де жоқ, тек тексттерді таңдап өздеріңізде дизайн жасауға болады. Мен кейінгі сабақтарда осы Canva-мен видеолар түсіретін боламын. Әртүрлі мысалға социальный сеттерге қалай дизайнер жасау керек, видео монтаждарды қалай істеу керек, бәрін жасап сіздерге көрсететін боламын. Енді ары қарай сіздерге түсінікті болса, сіздерге задание, мысалға өткенде мен задание берген болатын, мысалға мектепке осындай әдемі қылып анимационный. Бұл жерде только гамма мен не анимация айырмашылығы бар. Гаммада бұндай анимация жасау возможность жоқ, бұндай возможность. Мына жерде анимация жасау возможностьтар бар, бөлек-бөлек. Енді осындай анимационный нелермен, жаңа суреттермен, көрнекіліктермен сіздер жаңағы әдемі мәтінмен сол өзіңіздің мектебіңізге қолданған искусственный интеллекттермен, солармен өзіңіздің мектебіңізге әдемі қылып слайд жасап, маған көрсетсеңіздер болады. Жаңағы менің астыма сілтемеге сол жасалған осының ненің ссылкасын жіберсеңіздер, мен ашып қараймын. Ең басында бірінші бетке жаңағы аты жөніңізді, фамилияңызды айтсаңыздар болады. Болмаса, менің жаңағы астындағы неге комментарий жазсаңыздар, сол комментарийні ашып қарап, или ютубта қарап көре аламын, или болмаса ссылкасын жіберсеңіздер, мен осыны ашып, осы Canva несінде ашып көріп, сіздерге бағасын беремін. Егер осымен түсінікті болса, осымен сау саламатта болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.